Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен бризола рецебін бөлісуді жөн көрдім. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Біріншіден бізге жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқамызды тәлегімізге салып, одан кейін тартылған етімізді, яғни фаршымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз саламыз. Жақсылап араластырып, осындай массы болғанша, біркелкі форма болғанша араластырып аламыз. Тавамызға сұйық майымызды құйып, сәл қыздырамыз. Оның үстіне дайын бризолымызды құйып, жақсылап тегістеп, беті қызарғанша пісіреміз. Одан кейін екінші жағын аунатып пісіреміз. Міне осындай формада пісу керек. Өте жақсы болып пісті, өте дәмді болды. Міне қараңыздар, міне екінші жағында пісіріп алдым. Пісіріп болғаннан кейін бәрін бетін сәндедім. Кетчуп пен майонезбен және оны пюремен ұсынуды жөн көрдім. Өте дәмді болды достар. Менің рецептіммен бөліссеңіздер қуана сіздер үшін рецепт түсіруге дайынмын.